Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары, 7 қазан мақта күніне орай сіздерге мынау мақта шаруашылығы тарихы музейі жайлы қысқаша ақпарат беріп кетуді жөн деп санадық. Мына біздің өңіріміз Мырзашөл өңірі ежелден бері жалпы Орта Азия өңірінің бір бөлігі болғандықтан мақта шаруашылығының отаны болып табылады. Ежелден ақ мақта өңдеп келе жатқан Орта Азия халықтары мынау мақтаны өзінің тұрмыс тіршілігінің бір бөлігіне айналдырды. Сондықтан да мына 19 ғасырда мақтаны белсенді түрде мақта шаруашылығы дамығандықтан кеше кеңес өкіметі тұсында мына әсіресе Мырзашөл өңірі мақта шаруашылығының нағыз орталығы болғандықтан біздің өңірімізде мына Атакент кентінде қазіргі күнде Түркістан облысының мақта шаруашылығы тарихы музейі жұмыс істеп келе жатыр. 1944 жылдан тарихы 1944 жылдан бастау алатын осы музейіміз бүгінде Қазақстандағы мақта шаруашылығына қатысты тың бері тарихына қатысты сыр шертетін жалғыз музей болып табылады. 1974 жылы халықтық музейге айналған осы музейіміз бүгінде облыстық мәдениет басқармасына қарайтын маңдайалды музейлердің бірі болып отыр. Енді осы музейіміздің келушілері, музейіміздің тарихына зер салсақ, бұл музейіміздің келушілерінің қатарында атақты кісілер болды. Соның ішінде мысалы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев, атақты композитор Шәмші Қалдаяқов, Араб Республикасының президенті Абдел Насыр секілді атақты тұлғалар болды. Енді алдағы кезекте де мына музейіміздің келушілер саны артады деген үміттеміз. Және алда осындай қадаммен осы музейіміз алға басады деп сенеміз.